Бекзат Алмаханда уақыт жоқ, 64 секундта қарсыласын құлатып тастады. UFC-дағы екінші жекпе-жегі бұл. Бүгінгі шығарылымда біз дәл осы Бекзат Алмаханның жекпе-жегі басып өткен жолы және қарсыласы туралы айтамыз, және де дәл осы бүгінгі өткен жекпе-жекке талдау және кішкене шолу жасап өтеміз. Сонымен қатар осы UFC 315 турнирінің басты жекпе-жегінде Мұхаммед Белал ұтылып қалды, көрдіңіздер. Соны да талқылайтын боламыз. Жаңа чемпионның есімі белгілі болды. Ал Шавкаттың жағдайы не болмақ? Енді Бекзат Алмахан дәл осы жекпе-жектен кейін рейтингте көтеріле ма, көтерілмей ма? Жалпы алдағы уақытта оралып тағы жақын арада жекпе-жек өткізуім керек деп айтты. Соның барлығын алдағы минутта талқылаймыз. Бүгін Канададан жағымды жаңалық келді. Барлықтарыңыз көрдіңіздер. Кейбіреулер екінші раундтан бастап қараймын, немесе үшінші раундтан көремін деп қалған көрермендер трансляцияда Бекзат Алмаханның жекпе-жегін көре алған жоқ. Себебі ол 64 секундта қарсыласын былай деді. Сенде уақыт болса, менде уақыт жоқ, мен Қазақстанға қайтуым керек деп жанкүйерлердің алдында нокаутқа түсірді. Өте керемет, бәріміз трансляция қарап оттық, жүргізіп оттық. Соның өзінде жалпы трансляциядан да жазу шығады астында. Бекзат Алмахан осылай қарсыласы Катона осындай жеңіске жетті деген флашка шыққанға дейін Бекзат құлатып тастады ғой. Ойлаңыздаршы, жалпы Бекзаттың бұл екінші жекпе-жегін бәріміз білеміз. Оны айтпай тұрып, басындағы детальдарға тоқталайықшы, қашан, қалай дайындалды, қалай болды деген сияқты. Бекзат Алмаханның ең алғашқы жекпе-жекте, білесіздер, UFC-дағы бірінші бойында ол ресейлік Хабиб Нурмагомедовтың інісі, братишкасы десек деп айтайықшы, братишкасынан ұтылып қалған болатын. Ол кезде нокдаунға түсіргенімен, бірақ төрешілердің шешімі Омар Нурмагомедовты жеңді деп білді. Содан кейін Бекзат деген Алматыда дайындалды, Таиландқа барып 2 ай дайындалды, Америкаға да барып 2 ай дайындалды Азат Мақсуммен. Соның барлығы дәл осы бүгін көрсететін кезең еді. Дәл осы, бірақ Бекзат 100% өзінің дегенін, өзінің жоспарын барлығын орындады. Жалпы біз сол Америкада дайындалып жүрген кезде, қасындағы адамдардан біз сұраған кезде, Бекзатта бәрі жақсы, керемет, настрой жақсы, дайындалып жатыр деп айтты. Біз алғашқы минуттардан бастап біз нокаутқа түсіреміз деген ақпараттарда келген болатын. Өзі де баспасөз мәслихатында сөйтіп айтты. Мен де жеңу мақсатта келдім бұл жерге, мен жеңіске жетемін, алға өзімнің дайындаған себебім бар деген сияқты сондай бір ерекше сөздер айтқан болатын баспасөз мәслихатында. Мен бірақ шынымды айтсам, өз жеке пікірім, мен Бекзаттан дәл осы бірінші 64 секундта құлатып тастайды деп ойлаған жоқпын. Мен ойладым, екінші раундта, үшінші раундтарда бұл бір ойлағаны бар шығар. Кішкене созып тұрып, шашатып тұрып құлататын шығар өзінің жойқын ударларымен деп ойласам, бірақ олай болып шыққан жоқ. Бекзат осы турнирді әдемі жақсы ашып берді. Бірақ қараңыз, қазақ жігіті, қазақ баласы дәл осы турнирде алғашқы жекпе-жекте жеңіске жеткенімен, дәл осы қазақ жігітінен қашып жүрген Белал Мұхаммед соңғы жекпе-жек деп айтайықшы, осы турнирдің басты жекпе-жегінде ұтылып қалды. Бұл дегеніміз жалпы бұл жолы қазақтарда бізде жеңіс жолымыз болды, бағымыз деп айтайықшы. Естеріңізде болса, біз UFC-де дәл осы Асыл Алмабаев жеңіліп қалғаннан кейін жеңіс сериясы жалғаспай қалғанын білеміз. Бірақ енді міне жолымыз ашылып, осы жерде керемет сөз есіме келіп тұр. Бізді мамырда ешкім жеңбеген деген. Біз мамырда жеңіске жетіп отырық. Кеше ғана жеңістің 80 жылдығын тойлаған едік. Бүгін міне Бекзат Алмахан тағы да бір қуанышты сыйлап отыр бізге. Өте керемет. Ал Катона деген өзінің кәсіби мансабын 2014 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Ол осы уақытқа дейін 4 рет жеңілгенімен, барлығы бірақ төрешілердің шешімімен болды. Нокаутпен жеңіліп көрмеген. Бірақ Бекзаттан жеңілді.
Мамандардың айтуы бойынша дәл осы Бекзат Алмаханды дайындаған спарринг партнері болған Пантожа болыпты. Пантожаға да осы жерде үлкен алғысымызды айтамыз. Бекзат Алмаханға жақсы дайындық көрсеткені үшін, өзінің уақытын бөліп келгені үшін, дәл осы Катонаға қарсы қалай әрекет жасау керек деген біраз нәрсе үйреткен екен. Өте қызық. Не дегенмен Бекзат жеңіске жетті. Енді Белал Мұхаммедке тоқталсақ, Белал Мұхаммед деген барлық раундтан қашып жүрді. Соққылар болды, болмады емес. Бірақ мен күткендей, мен ойлағандай Белал Мұхаммед өзінің уровенін көрсете алған жоқ. Деңгейін көрсете алған жоқ. Мадалена деген ол мықты, стойкада тұрып, аямады. Көрдіңіздер, кей кезден Белал Мұхаммед қашып жүрді. Ударларды көрдіңіздер. Мадалена деген ол мықты, өзінің әдемі ММА шебері екенін, жақсы жауынгер екенін осы жерде көрсетті. Белал Мұхаммед дәл осы жекпе-жекте жеңіске жетіп, белбеуін сәтті қорғап шығатын болса, Шавкат Рахманов белбеуге бір табан жақын болады деп барлығымыз, Қазақстан барлығы Белал Мұхаммедке жанкүйерлік етіп кеткені бар енді. Енді бірақ сол жанкүйерлеріміз, жанкүйер болғанымызбен, бірақ ол біздің дегеніміз емес, ол жерде октагон көрсетеді, 8 бұрыш көрсетеді демекші, бірақ 8 бұрышта өзінің жақсы ұстай алған жоқ. Мадалена Ислам Махачевпен кездеседі. Ислам Махачев деген Жамбурдан кейін шыққан қоз қарын сияқты Твиттердегі парақшасына сразу жазып қойыпты. Тағы бір салмақ, тағы бір белбеу, мен бәрін алуым керек деген сияқты осындай SMS қалдырыпты. Бұл дегеніміз чемпиондық белбеу Шавкат Рахмановтан тағы бір жыл алыстады деген сөз. Енді Бекзатқа тағы да оралсақ, Бекзат менің ойымша Бекзатты топ 15-ке кіргізбейді. Бекзатты топ 20-ға кіргізуі мүмкін, 18, 17 сондай рейтинг беруі мүмкін. Бекзат өзінің сөзінде айтты ғой, керемет деп, аяқталғаннан кейін ең басты ұнағаны, жекпе-жектен де басты ұнағаны дәл осы Канадада тұрып, сол көптеген өзінің қарсыласының жанкүйерлерінің алдында тұрып, қазақша жауап беріп, мен бұл жерге әшейін келген жоқпын, мен бұл жерге чемпиондық белбеуді алып кету үшін, чемпион атану үшін келдім. Дана Уайт тақырбас, маған тағы да бір жекпе-жек бер деп айтқаны, маған өте керемет сезім білдірді. Қазақша айтқаны. Бізде кейбіреулер бар ғой, осындай жекпе-жек өткізіп болғаннан кейін ағылшынша немесе орысша сайрап кететіндер. Бекзат ағылшыншасын үйреніп жүр, жақсы сөйлеп жүргенін бәріміз білеміз, оны әлеуметтік желілерде бақылап отырмыз. Соған қарамастан таза қазақша сөйлегені өте керемет болды. Естеріңізге сала кетсек, Бекзат Алмахан 2024 жылы наурыз айында өткізген соңғы жекпе-жегін енді екінші теңізіне жетіп тұр. Енді алда Асудың жекпе-жегі болып тұр. Дәл осы Асудың жекпе-жегіндегі матч, сол жекпе-жекті ұйымдастыратындар, егер сол Асудың жекпе-жегінде бірге беретін болса, немесе Бакуға беретін болса, бірақ Бакуға аз қалдыға бермеуі мүмкін, Бекзат тағы да шығып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі UFC 315 турнирі өте керемет өтті. Енді бір өкініштісі, дәл осы Белалдің ұтылып қалғаны болып тұр. Шавкат ағамызға айтатыным, Шавкат аға, сіз енді асықпай емделе беріңіз. Асықпай жылдың соңына қарай емделе берсеңіз, бір мәнісі болар енді. Ислам Махачев енді белбеуге таласуады. Дана Уайт осы турнирдің алдында солай айтты. Жалпы енді Асудың жекпе-жегін алдағы уақытта осы жазда, осы шілдеде тамашалайтын боламыз. Ендеше біздің шығарылым осымен тәмам. Дәл осы ММА шеберлеріне, отандастарымызға барлығына сәттілік тілейміз. YouTube-қа тіркеліп алыңыз, қоңыраушаны басыңыз және комментария жазыңыз. Сапалы трансляциялар Спорт 12 Telegram арнасы және сайтынан қарауда ұмытпаңыз достар. Спорт 12 енді ғана бастап келе жатқан жұмысын YouTube-та жалғастырып жатқан бір кішкентай ғана канал десек болады. Ендеше бізді қолдаңыздар. Қолдауларыңыз өте маңызды.